сәлеметсіздер менің сүйікті көрермендерім. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша инсульт алған науқастардың үй жағдайында қалпына келу реабилитациясы бойынша қарапайым жаттығуларды көрсететін боламын. Менің есімім Олбосин Лесбекқызы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ақпаратым ұнаса, лайк басып, комментарийге сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Үй жағдайында көптеген жаттығулар жасауға болады. Соның 5-6 түрін көрсететін боламын. Мұқият қарап, қайталасаңыздар болады. Бірінші, мынау қол буындарымен жұмыс жасаймыз. Егер әлсіз қолыңыз болатын болса, дені сау қолмен көмектесеміз. Бірінші, саусақтардың әр қайсысын буындарын қозғалтамыз. Барлық буындарды осылай қозғалтып шығасыздар. Екінші, білезік буынды айналдырып қозғалту керек. Үшінші, яғни шынтақ буынды айналдырып қозғалу керек. Төртінші, иық буынды айналдырып қозғау керек. Егер қолыңыз әлсіз қолыңыз жасай алмайтын болса, онда дені сау қолмен көмектесу керек. Осылай және осылай көмектесуіңіз керек. Бұл бірінші жаттығу. Енді келесі жаттығу аяқ буындарын қозғалту керек. Әлсіз аяқ буындарын башпайдан бастап, яғни тобық буынынан бастаймыз. Тобық буынын осылай қозғалтасыз. Егер өз еркіңізбен қозғалта алмайтын болсаңыз, қолдың көмегімен, дені сау қолдың көмегімен осылай қозғалтсаңыз болады. Сосын тізе буынын, сосын жамбас буынын осылай қозғалтып, 5-6 рет қозғалтсаңыз болады. Келесі жаттығу статикалық жүктеме деп аталады. Статикалық жүктеме, яғни сау қолмен аяқтың сан тұсын осылай жүктеме салу арқылы ұстап тұрасыз. 6 секундқа дейін ұстап тұрасыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дәл солай қолдың да бұлшықетін осылай ұстап тұруға болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осылай қолдың екінші. Осылай 4 бағытқа ұстап тұрсаңыз болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жоғарыдан 1, 2, 3, 4, 5, 6 және төменнен 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді қараңыз, бұл статикалық жүктемеде сіздің қолыңыз кішкене сау қолға қарсылық білдіру керек. Сау қол оны итеріп тұру керек. Осылай жасайтын болсаңыз, бұл бұлшық еттің дамуына көмектеседі. Келесі жаттығу, мынандай шарик, үйде кез келген шарды алып, осындай әлсіз қолға ұстап, осылай ротация жасау арқылы 10 рет жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай жасаймыз. Мидың жұмысын жақсартуға көмектеседі. Келесі жаттығуға бізге осындай оқтау сияқты зат, үй жағдайында табуға болатын оқтау сияқты зат пайдалансаңыздар болады. Ол үшін осыны оқтауымызды қолмен аламыз, кеудені кішкене жоғары ұстап тұрамыз, қолды жоғары көтереміз. Бастан жоғары ұстауымыз керек. Одан кейін бастан өткізіп арқаға, яғни жауырынға жақынырақ тигіземіз. Осылай 10 рет жасауымыз керек. 1, 2, 3. Дәл осылай 10 рет жасауымыз керек. Енді келесі жаттығуға көшейік. Келесі жаттығу іштен кішкене төмен ұстап тұрамыз. Және
оқтауды өз көз алдымызға арқанды бұрап жатқандай елестетеміз да, осылай жасаймыз. 1, 2, 3, 4, осылай 30 рет жасаймыз. Келесі жаттығу машина айдаған сияқты, рульді ұстағандай, оңнан солға, солдан оңға бұраймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай 10 рет жасаймыз. Бүгінгі сіздерге көрсеткен жаттығулар пайдалы болды деген үміттемін. Егер сіздің таныстарыңыз, туысқандарыңыз инсульт алып 6 ай мен 12 ай аралығында реабилитацияда қайта қалпына келетін жаттығулар керек болса, осы видеоны жіберсеңіздер болады. Күнделікті күнде тұрақтылықтың арқасында жасап отырып, аяқ қолдарының қалпына келуіне үлкен көмегін береді. Жаттығулар жасап отырыңыздар, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған кардиолог және диагноз Ұлбосын Леспекқызы. Міндетті түрде көкейіңізде жүрген сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Бәлкім сіздің сұрағыңыз келесі видеоның шығуына арқау болады. Бұл жаттығулардан бөлек алдағы уақытта кіші жамбас қуысына әсер ететін жаттығуларды видеосын жасаймын. Одан бөлек аяққа күш салу арқылы жасалатын жаттығулардың видеоларын алдағы уақытта көретін боласыздар. Сондықтан міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода көріскенше сау саламатта